1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі ынтымақ күні. 1995 жылдың наурызында дүние жүзіне үлгі болып отырған ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың феномені Қазақстан халықтары ассамблеясы құрылды. Бұл ешбір елде болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым. Осы орайда университетімізде жыл сайын дәстүрлі түрде факультет арасында Тармуым ортақ ұйым атты ұлтаралық фестиваль өткізіліп тұрады. Биылда өз жалғасын тапқан іс-шара туралы нақтырақ айтар болсақ, факультеттер әртүрлі ұлт өкілдерінің салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, ұлттық киімдері мен тағамдарын таныстырады. Шараның мақсаты студент жастарды Қазақстанда тұратын әртүрлі ұлт пен ұлыс өкілдерінің мәдениетімен таныстыру, студент жастардың бойында патриоттықты қалыптастыру, Қазақстан халықтарының бірлігін нығайту, тіліне, діліне қарамастан барлық елімізде тұратын ұлт өкілдерімен бірлікте, бейбітшілікте өмір сүруге шақыру. Фестивальда алғашқы болып орыс халқының ұлттық тағамы әйгілі қарабидай наны, құймақ сусындары таныстырылды. Келген қонақтарға өлең жолдарын оқып мерекелік ән шырқалды. Сонымен қатар ұйғыр халқының тағамдары лағман, манты, самса мен ұлттық киімдері таныстырылып, кеш қонақтарына астан дәм татқызды. Өзбек ұлты да бұл мерекелік шарадан тыс қалған жоқ. Өзбек халқының ұлттық тағамдары, киімдерімен қатар билері де көптің көңілінен шықты. Өзіндік тарихы бар, мәдениеті бай ежелгі Корей халқының кукси, тош, кимчи, суши деп аталатын ұлттық тағамдары бар. Фестивальда Корей ұлтының өкілдері өздерінің ұлттық тағамдарын таныстырды. Сонымен қатар мерекелік кеш ән, бимен өз жалғасын тапты. Мейрамды ерекше қарсы алатын татар ұлтының дастарханында бауырсақ, самса және палау ерекше орын алды. Мерекелік кеште татар халқының ұлттық биін билеп, келген қонақтарға ерекше көңіл күй сыйлады. Фестивальда өзіміздің қазақ халқының да ұлттық киімдері мен ұлттық тағамдары көпшіліктің көңілінен шықты. Қазақ дастарханында ет тағамдары басты орынды иеленді. Ақсақалдарымыз астан дәм татып, ұл қыздарымыз әсем ән шырқап, аяулы аналарымыз қымызды көпшілікке ұсынды. Ұлтаралық фестиваль нәтижесі студент жастарымызды Қазақстанда тұратын әртүрлі этностық топтардың ұлттық құндылықтары мен ерекшеліктерін жете түсінуге мүмкіндік жасады. Әрқашан еліміз татулықта болсын.